Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүтті қыз тортын дайындаймыз. Және де осындай торттың қыр-сырларын толықтай айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керекті заттар: қойытылған сүт, ұн, жұмыртқа, сары май, қопсытқыш. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Дайын тұрған сгущенкамызға жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді сары майымызды салып тағы да араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді дайын тұрған ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымызды толықтай араластырып алдық. Бізде осылай болып шығуы керек. Енді біз пергамент қағаздарын дайындаймыз. Міне мен осылай 22 сантиметрлік қалыппен пергамент қағазын осылай етіп дайындап аламын. Дайындап алған пергамент қағазымызға енді қамырымызды саламыз. Менде 4 ас қасық салдым. Енді қамырымызды дөңгелекше етіп жайып аламыз. Пешке 180 градусқа 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне пісіп дайын болған коржымызды кольцоның көмегімен осылай дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Корждарымыз суығанша біз кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр және сахарный пудраны қосып, сливкиді 33% сливкиді қосып, жақсылап миксердің көмегімен қою крем болғанша араластырып аламыз. Міне креміміз осылай қою болғанша араластырып аламыз. Дайындап алған подложкемізге астына кремімізді жағып, коржымызды салып аламыз. Енді коржымызға кольцоны кигіземіз, және де мен ацетатты пленканы қолданамын. Сіздер қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Мен осылай қолданып салып алдым. Енді жақсылап қысыңқырап көлеміне лайықты етіп салып аламыз. Енді дайын тұрған кремімізді ортасына жағып, жақсылап корждарымызды орнатып шығамыз. Міне корждарымызды орнатып шықтық, және де бетіне салфанды жауып, тоңазытқышқа 7-8 сағатқа қойып аламыз. Мен қалған кремге сары түсті бояу қосамын, және де торттың сыртын қаптау үшін. Міне сары түсті бояуымыз осылай болып шықты. Кондитерский мешокқа салып аламыз. Міне кремдерімізді салып дайындап алдық. Енді тортымызды тоңазытқыштан шығарып, кремдерімізді жағып аламыз. Кремдерімізді жақсылап бірінші үстіңгі қабатын тегістеп аламын. Содан кейін жан жақтарын торлап тегістеп аламыз. Міне тортымыздың жанын тегістеп алдық. Енді үстіңгі қабатында тегістеп аламыз. Біз оформлениесін дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз тортымызды. Міне алдын ала дайындап қойған картинкаларымыз бізде сахарный бумага, және де оны мастикаға орналастырамыз. Мастикамызды жайып алу үшін біз астына жүгері крахмалын қосып жайып аламыз. Және де бағанағы картинкаларымызды орнатып, теп-тегіс етіп кесіп аламыз. Міне видеодағындай жасасаңыздар болады. Міне барлығын кесіп дайындап алдым. Енді тортымызды шығарып, барлығын әдемілеп орналастыратын боламыз. Барлығын тортқа ұқыптылықпен орналастырып шығамыз. Мен мына видеода легенцияда да қолдандым. Тортымыз одан әрі әдемірек көрінуі үшін қолдандым.
Тортымыздағы картинкаларымыз әдемірек, анығырақ көріну үшін мен картинкаға арналған клейді қолдандым. Ол арнайы кондитерский магазиндерде сатылады. Торт әдемі көріну үшін мен жан-жақтарына және ликенцияға кондуриндің сары бояуын қолдандым. Міне тортымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.